Сәлем достар, қош келдіңдер менің каналыма. Мен бүгін екі-ақ ингредиенттен екі түрлі сгущенка дайындау жолын көрсетпекшімін. Дүкендегі сапалы сгущенкалар өте қымбат. Үй жағдайында табиғи ешкі сүтінен ешқандай қоспасыз сгущенка дайындау жолын көрсетемін. Бізге ол үшін 1 литр сүт және 200 грамм қант керек болады. Екеуін ыдысқа салып, араластырып, отта қайнатамыз. Алғашқы 5 минутта сүт өте қатты көтеріледі. Қасында тұрып, былғап тұру керек. Содан кейін отты орташа қойып, қайната береміз. Сгущенканың дайын болғанын бір тамшысын қасыққа тамызу арқылы тексеруге болады. Егер тамшы ағып кетсе дайын болмағаны, тамшы сол күйі тұрып қалса, онда сгущенканың дайын болғанының белгісі. Міне 1 литр сүттен 450 грамм сгущенка шықты. Екінші вареный сгущенканы дайындаймыз. Ол үшін де қант керек және сүт керек. Сүт 1 литр, ал қант 160 грамм саламыз. Және тағы бір ингредиент, ол кәдімгі 1 шай қасық ас содасын салып қайнатамыз. Бірінші алғашқы уақытта ол өте қатты көтеріледі. Тасып кетпеу үшін мынандай ағаш қасықты қойсаңыз, тасымай бір орында қайнап тұрады. Жақсылап қайнатамыз, сосын орташа отқа қоямыз. Жайлап қайнай береді. Қайнаған сайын мынандай әдемі түске енеді. Қойылғаннан кейін оның жанында жиі былғап тұру керек. Міне сгущенкамыз да қоюланып, дайын болып қалды. Суығаннан кейін тоңазытқышқа қойғанда бұл сгущенка одан да бетер қоюланады. Міне бізде 1 литр сүттен 425 грамм қоюлатылған сгущенка шықты. Достар, міне осы екі әдіспен сгущенканы үй жағдайында дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк, подписканы да ұмытпаңыздар.